жағасы орнаған апаттардан қорғаған сан белгіні көреміз. Ескі жолмен бастау алады, ендік жолға тастан жаңа. Арман қуып жас қалаға, жеттік міне Астанаға. Сәлем Астана, шұғылалы, сәлем Астана, бас қаламыз Астанамыз. Тыңдашы, Дүлдүл, ең бастысы сен уайымдама. Кішкене жүрексініп тұрмын. Ей, қорыққанға қос көрінер деген. Неменеге қорқасың? Сен сонау Алматыдан өзің жүріп келдің. Сенің дайындығың жақсы. Қазір менің атымды атап шақыра ма? Әрине, сен біздің еліміздің мақтанышысың ғой. Көрермен көліктердің бәрі сені қолдайды. Рахат емес пе? Жарайды. Жарайсың досым. Экспо 2017 көрмесіне қатысатын нано көліктер бәйгесін сенің ұтып алатынға мен сенемін. Сен қайда боласың? Мен бе? Мен Қазақстанның туын жамылып аламында саған жанкүйер болам. Айтпақшы, Джипер, Жоламан мен Момын қайда жүр екен? Сағат 2 болып қалды. Олары да келу керек. Жақсы көлік жарты минутта кешікпейді деген осы. Достарым, біз келдік. Хе-хе, рахмет, достарым. Біз саған жанкүйер боламыз, Дүлдүл. Сен біз үшін ең адал, ең әділ, нағыз доссың. Ай, болды. Әйтпесе мынау Дүлдүлдің көңілі босап жылап қалады. Айттым ғой әне. Ей, Дүлдүл, сен неменен жылауқсың ба? Жоға. Ендеше басыңды көтер. Қазір сені шақырады. Ал біз бара берейік. Көрермен көліктердің арасына жайғасып алайық. Кеттік, жүріңдер. Бір, 2, 3, 4. Қазір басталады. Біздің Дүлдүлді шақырады. Иә, шетелдің көліктерде бірінші орын аламыз деп ойлайтын шығар. Армандапты. Бірінші орын біздікі. Джипер, сен қатырасың. Амансыздар ма? Құрметті достары, бүгін Экспо 2017 көрмесінің 18-ші күні. Бүгін осы көрме залында ерекше көліктердің қайталанбас қабілетін байқап көресіздер. Бағасын бересіздер. Жоламан, қара. Көріп отырмын. Біздің мақсатымыз болашақтың энергиясы, болашақтың күш қуатын сіздерге таныстыру. Арнайы осы көрмеге орай жасалған нано көліктерді қарсы алыңыздар. Бірінші шығып келе жатқан 5-ші нөмірлі көлік. Германия елінің үміті, Германияның мақтанышы. Ал екінші келе жатқан көлік Қытай елінің мақтанышы. Қытай халқы бұл көлікке сенім артады. Жоламан, Дүлдүл қайда? Шыдасың енді, қазір шығады ғой. Ал мынау 10-шы нөмірлі көлік Америка құрама штаттарынан келген. Сондай-ақ қазақ үшін қасиетті 7-ші нөмірмен біздің мақтанышымыз, біздің елдің нано көлігі, көліктердің төресі Дүлдүл! Джипер, болды енді, қойсаңшы, секіре бермейді. Дүлдүл, мен сені көріп тұрмын. Иә, сен әлемдегі ең мықты көліксің. Джипер. Тұра тұрыңдаршы. Джипер. Ой, не болды? Джипер, сен жалғыз өзің айғайлап тұрсың. Ят болады. Ей, анау 7-ші нөмірлі көлік менің досым. Біздің досымыз. Құрметті достарым, құрметті қонақтар, әлемдегі теңдесі жоқ 4 көлік. Олардың ең басты ерекшелігі қоршаған ортаға ешқандай зиян жоқтығында. Керемет дизайнмен және керемет мүмкіндіктермен бұл көліктер сіздерді бірнеше күн
таң қалтыратын болады. Я Дүлдүл жарайсың. Жоламан, анау Джиперге айғайла бермесіндеш, әбден жыныма тиіп тұр. Айғайлай берсін момын. Дүлдүл оның жан досы. Сонымен достарым, бұл көліктер, болашақтың көліктері. Мысалы, Дүлдүл деген көлік суда да жүзе алады, аспанда да ұша алады. Ал құрлықта желмен де жарысуға дайын. Иә, аспанда ұшатын көлік. Таң қалсаңыздар, қазір өздеріңіз куә боласыздар. Достарым, рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Ей, Дүлдүл, анау қарсыластарың сенің шаңыңа да ілесе алмайды. Мен білсем, олардың ешқайсысы сен сияқты ұша алмайды. Бұл көрме мен үшін жарыс емес, Джипер. Бұл көрме арқылы мен тек елімнің даңқын аспандатқым келеді. Міне, көрдіңіздер ғой. Дүлдүлдің суда қалай жүзетінін ертең көресіздер. Ал қазір көрмені ашық деп жариялаймын. Біздің керемет көліктермен суретке түсемін, сөйлесемін дейтіндер болса, көрме залы сіздерді күтіп тұр достарым. Ортаға келіңіздер. Менің досымның тұрысының өзі керемет. Джипер, сен момын екеумізді Дүлдүлмен бірге суретке түсіріп жіберші. Әрине, ал тұра қалыңдар. Ал күлеміз. Міне, түсірем. Қалай болыпты? Әдемі түсіппіз бе? Әрине, момынның тақиясы бәрінен әдемі. Ал Джипер, момын, енді Дүлдүлдің мазасын алмайық. Көрмеге келгендердің бәрі біздің досымыздың керемет көлік екенін көрсін. Ол біз ше? Біз Есіл өзенінің жағалауына барып келеміз. Алақа, кеттік ендіше. Экспо қалашық қандай әдемі. Иә, осындай алып құрылысты салуға менің әріптес көліктерімде көмектесті ғой. Иә, достарым, келіңдер, осы жерде бір селфи жасап жіберейік. Достар, Экспо көрмесі біздің елімізде 2017 жылдың 10 қыркүйегіне дейін өтеді. Иә, көрмеге осы аралықта бірнеше миллион шет елдің көліктері келеді. Ал біздер өзімізге жаңа достар табамыз. Болашақтың энергиясы, достар, күн, жел, теңіз, мұхит сияқты табиғаттың энергиясын пайдалану 21 ғасырдың үлкен жеңісі болады. Ал біздің досымыз Дүлдүл сияқты көліктер болашақтың ең күшті көліктеріне айналады. Ең бастысы біздің астанамыз жер жүзіне одан сайын таныла түсетін болады. Иә, достар, қараңдаршы. Экспо көрмесін өткізу кезінде Қазақстанның астанасы әлемнің түкпір-түкпірінен келген түрлі өнерпаздармен де толады. Көрмеде күн сайын түрлі концерттер, шоулар және ойын-сауық іс-шаралары өтіп жатыр. Жоламан, сен менімен бірге көліктердің бейгешіне барам деп уәде бергенсің. Әрине, Джипер. Бүгін кешке бейгешіне қатысып, от шашуды бірге тамашалайтын боламыз. Мен де барайыншы. Әрине, момын. Сенсіз біз қалай жүреміз? Ал кеттік, суға бір шомылып алмаймыз ба? Кеттік ендеше. Досым, осылай өзіңше боп тұра бересің бе? Енді не істеймін? Бұл көрме, осылай тұруым керек. Қалай жалықпайсың? Онсыз да саған бұл көрмеде тең келетін көлік жоқ екені түсінікті. Құрметті достарым, менің виртуалды компьютеріме жаңа ғана бір ақпарат келіп түсті. Қазір көріп жіберейік. Иә, құрметті достар, мен бәрін біліп алдым. Экспо көрмесіндегі нано көліктер көрсетілімінде бір ерекше көлік басқаларынан оқ бойы озып шықты. Оның кім екенін біз қазір арнайы сарапшымыздан сұрайтын боламыз. Ұлыбритания елінен келген құрметті көлік Сэр Гордон.
Аса құрметті қазақстандық көліктер, мен Сәргордан. Нано көліктер көрмесіндегі ең қауіпсіз, ең әдемі, ең жылдам көліктің есімін атайын. Дүлдүл, дайындал. Жеңімпаз мен емес шығармын. Сонымен, нано көліктердің көрмеде тұрған соңғы күндерінің қорытындысы мынадай. Болашақтың көлігі аталымы бойынша жеңімпаз Қазақстанның нано көлігі Дүлдүл! Құрметті көліктер, мен Қазақстанға келгеніме өте қуаныштымын. Астаналарың өте әдемі қала екен. Жеңістеріңіз құтты болсын. Ал құрметті көліктер, біздің ғаламшарымыздағы теңдессіз көлік Дүлдүлді құттықтай берсеңіздер болады. Ей, чемпион, түс, кеттік. Қайда? Бүгін Астана көшелері ойын сауыққа толы болады. От шашулар шашылады. Шын айтасың ба? Әрине Дүлдүл. Сенен енді барлық көліктер қолтаңба сұрайтын болады. Сосын біз мұң бұралып билейміз. Сен алдымен бір бұралып билеп үйренсеңші. Әй, тоқтай тұр ғане. Ұстап аламын қазір. Ал қуып жетіңдер мені. Дүлдүл, бізбен бірге барасың ба? Әрине барам. Көрме бүгін аяқталып қалмайды ғой. Әлі келіп тұрамын өз орныма. Ал бүгін сендермен қыдырамын. Мен үшін достарым бәрінен қымбат. Жүр кеттік, момын. Міне, бұлай билеу керек. Үйреніп алыңдар. Сен одан да менен үйрен. Мен осылай-ақ билей берем. Жоламан, кішкене дөңгелектеріңді қозғасаңшы, сен өзі билеп тұрсың ба, әлде жай тұрсың ба? Билеп тұрмын. Достарым, барлық менімен соңына дейін бірге болып, жангер болғандарыңа алғысым шексіз. Айта бермеші, сенің қасыңда болмасақ, несіне дос болып жүрміз? Соны айтамын. Әй, Дүлдүл. Енді тек Қазақстандағы ғана емес, әлемдегі ең үздік нано көлік сенсің. Саған қанша мақтансаң да жарасың. Дүлдүл, қарашы, қандай әдемі. Бұл біздің еліміздің жүрегі. Бұл біздің қала. Астана! Сәлем Астана!